Алла саламатсыздар, сәлем бердік. Рахмет, құрметті психологтарымызға. Мына бүгінгі екі арқаның ғана емес, жалпы Алашқа мәшһүр артында өлмес мұра қалдырған бүгінгі таңда қазіргі екінің бірі қолдана жүрген сегіз қырлы бір сырлы деген нағыз сол сөзге лайық адамдар болса, сол осы бүгінгі өздеріңіз сол туралы таным көкжиектеріңізді кеңейту үшін келіп отырған осы Әсет Найманбаев және Көшен Елеуов деген ақындар. Енді оларға қазір жеке тоқтала жатамыз. Шамам келгенше негізі тақалдағанда енді монография шығарып, еңбек жазған. Сосын осы кісіге мен енді Көшен туралы бастаймын. Жас кіші Көшеннен бастаймын, сосын Әсет Найманбаевқа бәріміз қарапайым атсалысамыз. Кезінде Жүсіпбек Ілияс Жансүгіров айтқан еді, өз ерлерін ескермесе, елдегі қайдалар кемеңгерді деп. Мына елбасымыздың осы рухани жаңғыру бағдарламасының негізінде көп жақсы істер қолға алынып жатыр. Біз оны жан дүниемізге рухани жан дүниесі бай адамдар екі қолдан қолдарын көтеріп қолдады. Шындап келгенде бүгінгі біздің осы Көшен Елеуов сияқты, Әсет Найманбаев сияқты арқаға емес, Алашқа мәшһүр артында өлмес мұра сөз қалдырған ақындардың шығармашылығы, оларды халықтың жадында, ұрпақтың санасында қайтадан жаңғырту осы біздің елбасының жаңа айтқан бағдарламасының аясында сияқты. Шын мәнінде өзіміз университетте сабақ береміз, кәдімгі филология факультетінде. Мынандай балалар жылда бірінші курс балалар келеді, сосын олардан сұраймын, атын жөнін, сосын қай жерден деп міндетті түрде сұраймын. Олар маған ауылын, өскен облыстарын, ауылдарын айтады. Сосын кейбіреуі сұрайды, мұғалім неге сұрайсыз сіз деп. Сосын мен әдейі айтамын. Әдейі емес, неге сұрамаймын? Өйткені Құдайға шүкір осы университетте жүргеннен кейін азамат болып қалыптасып келе жатқаннан кейін осы елге, халыққа, жалпы Алашқа, адамзатқа десе де болады, көп игі іс істеген, артында сондай тәрбиелі өнегелі мұра қалдырған ақындар, жазушылар, жалпы ұлт көсемдері, қайраткерлердің мұрасын насихаттау мақсатында олар туралы осы азаматтар келіп жатқан балалар біле ме екен деген мақсатта сұраймын. Сосын кейбіреулерден сұраймын, сен қай аудан? Кейбіреу айтуы мүмкін, маған Көшен Елеуовтың ауданын дейді. Мысалы біздер Бұқаржан ауданында Көшен Елеуовтың аты болмаса да, сол кісінің Уденный деген ауылы, қазір енді Белағаш деп айтады ол жер, бірақ Көшен Елеуовке бермей жатыр есімін. Дегенмен сол Көшен Елеуовтың ауылы негізі. Соңғы өмірінің соңында тұрған жер мысалы. Енді сол ауылда тұрып, сол Көшеннің өлеңін білмесе, немесе жаңағы Әсеттің туған ауылы бар мысалы, Қызыларай деген сияқты, сол жерден Әсетті сұраса, Нарманбетті сұраса, білмей жатса, ол әрине жалпы қазаққа емес, болашақ біздің бағдарымызды анықтауымыздың өзіне жаңағы күмән тудырады. Сондықтан әркім өзінің елінің, жерінің патриоты болу үшін бірінші өзінің туған жеріндегі азаматтарды бетке ұстар, жаңағы көзі тірісі болсын, дүниеден өскен ақын жазушысы болсын, оны аспектеп, оны жүрген жерінде мақтанышпен, абыроймен айтып жүру керек. Сондықтан мен өзім Бұқаржан ауданының тумасымын, жалпы өзім сол Көшен аталарымыздың өнерін өзім болған балалардың бірімін десем артық айтқандық емес. Өкінішке орай Көшен Елеуовтың мұрасы биыл 125 жыл толып жатыр ғой, қатты насихатталмай жатыр. Әрине оны бір біздерде мынандай бір қасаң қағида бар. Кеңес үкіметінде өмір сүрген қазір көптеген ақын жазушылардың шығармашылығын жаңағындай, өйткені ол терең, байыбына терең бармай, бір жақты ғана пікірде. Өйткені олар Совет үкіметінің идеясын насихаттаған ақындар деп. Әрине, өйткені заманына қарай, заңы орманына қарай, аны деген сияқты біз бүгін қалай өмір сүріп жатсақ, мысалы бүгін қай заманда сол заманның талабына сай біз шығармашылық жазамыз. Егер де мысалы өтірік жоқ, қазіргі заманда, қазір тәуелсіздіктің 26 жылында мысалы мен әлі де тәуелсіздігіміз жоқ, бостандығымыз жоқ деген сияқты, немесе біз әлі құлмыз деген сияқты өледер айтатын болсақ, кеше балаларға да ренжідік, қараңғы қазақ көбіне өрмелеп шығып күн болам деп біреу айтып жатыр да, өзін. Енді біз қараңғылықтан кеткелі қай заман? Қараңғылық былай тұрсын, біз интернет деген, жаңағы инновационный заманның технологиясын меңгеріп жатқанда қараңғы қазақ көгіне деген сөз айтуға
болмайды деген сияқты. Бірақ Сұлтанмахмұт өз заманында ол кезде қараңғылық болды, шын әлі сауаттылық көп жерлерде болмағандықтан осындай өлең айтып. Сол сияқты Совет үкіметінің ақындарына, Совет үкіметінде өмір сүрген ақындарға бір жақты көзқараспен қарауға болмайды. Сондықтан бір жақты қасаң пікірмен қарағандықтан кейбір ақындардың, Совет үкіметі тұсында өмір сүрген ақындардың шығармашылығы көлеңкеде қалып жатыр. Солардың бірі осы көшенелеу. Енді көшенелеу туралы айтуға көп болады. Оны бір ғана Сәбит Мұхтар Әуезов 1942 жылғы айтыста керемет оның айтыстарын бағалаған. Әуезовтің айтыс деген жаңағы ақындар айтысына байланысты айтқан мақаласында осы көшенелеу, Доскей, Қайбай Нәбековтердің жаңағы Шашубайлардың айтысына ерекше тоқталып, олардың жаңағы көркемдік деңгейіне, көркемдік ерекшелігіне, ақындық потенциалына ерекше баға береді. Өйткені бұл ақындар дейді, көшенелеуіктер мысалы шыны керек біздердің алтын көпірлеріміз. Мысалы бүгінгі айтыскер ақындар біздерге ренжиміз, балаларға мен еркін түрде айтамын, ренжімесеңіздер. Ғылыми тұрғыға тоқтасам, мен мысалы 6 беттік мақалам бар мына жерде. Өзім жазған, жаңағы үлкен республикалық деңгейде жарыққа шыққан. Оны баяндап оқып беруіме де болады, бірақ бүгінгі уақыт талабымен айтып жатырмын. Мысалы жаңағы көшенелеу, мысалы оны кеңес үкіметінің дәуірі деген дәуірінің ақыны деп қарағанмен, бірақ олар біздің алтын көпір. Бірақ кешегі мысалы Нұрпейіс Байғанин, Жамбыл Жабай, Доскей, Әлібай, Қайбай Нәбек, оның ішінің ең соңғы олардың өкілі көшенелеуіктер, жаңағы ақын сол жанақтан келе жатқан. Кешегі анау Қазтуған, онын Шортанбай, Дулаттардан келе жатқан дәстүрді үзбей жалғастырып алып келді. Мына Әуезовтің таңғалатыны сол, бұрынғы кешегі шығыстық үлкен қисса дастандардан бастап, қазақтың сонау небір фольклорлық бай мұралы эпикалық жырларды жырлайды келіп, бай мұраларды айтып келе отырып, заманның талабына сай, мысалы уақыттың талабына сай жырлар туындыра білді. Және де мысалы көшенелеуіктің шығармашылығы арқылында біз қаншама халық ауыз әдебиетінің үлгілерін өзімізге сақтап қалдық. Мысалы, оның Қорқыт деген поэмасының өзі неге тұрады? Кеңес үкіметінің тұсында, шын айту керек, Қорқыт мұрасын зерттеу, былай тұрсын, Қорқыттың есімін айтудың өзі, өйткені ол өткен біз қазақ әдебиет тарихы 18 ғасырдан басталады, 19 ғасырдағы әдебиетте Махамбетті оқып жатқанда Абайдың өзіне тыйым салып жатқан кезде 40-шы жылдары көшенелеу Қорқыт деген поэма жазды. Ол дегеніміз қазіргі көзқараспен қараған кезде үлкен ерлікке жатады. Өйткені ол кезде Қорқыт мұрасы, Қорқыттың шығармашылығын зерттеу, насихаттау жаңағыдай советтік идеология қасаң келгендіктен оған тыйым салынады. Бірақ соған қарамастан көшенің ақын бізге үлкен мұра қалдырды. Көшенің бір айта келе тағы да бір ерекшелігі, әрине өкінішке орай біздерге әндері жетпеді. Оның халық арасында көптеген әндері болған. Және де көшен, жаңағы айтып жатырмыз, шығыстық үлгіде қисса дастандар, ел арасындағы, сосын жаңағы Қорқыт мысалы деген сияқты поэмалар жазған, біздерге жеткізген. Және де бұлардың бір жақсысы, жаңа айтып жатырмын, ең бір ойындағы қасиет, бұлар эпик ақындар болды. Эпиктік, біз қазір айтыскер ақындар, біз айтысқа шығамыз, мысалы, біз жай ғана айтыскер ақынбыз. Біз өзіміз біздің арамызда Дидар деген ақын бар, мысалы білесіздер, оның өзі мысалы осы Қарағандыдағы Алпамыс, Қобыланды сияқты жырлардың үзінділерін біледі. Хан Кененің, жаңағы Доскейдің жырларынан аз-маз шығармашылықтарынан кішкене сусындаған. Ал негізі көшендер, бұрынғы ақындар, бұрынғы Алпамыс, Қобыланды, Ертарғын сияқты бүкіл эпикалық жырды жаттап біздерге жеткізушілердің бірі болған. Олар арқылы, жаңа айтып алтын көпір, бұрынғы 19 ғасыр Шортанбайлардан келе жатқан дәстүрді біздің ұрпақтарға кейін көтеріп жоқ 40-шы жылдарда болса да мына бертінгі Аманжолдар болсын, кімдер болсын, олар солардың дәстүрін жалғастырды. Өйткені олар кеңес дәуірінің алғашқы лебін көріп қалды. Солар дәстүрді жалғастыруға, алтын көпір болуға үлкен ықпал еткен осы көшенелеу сияқты ақындар. Мысалы көшенелеуіктің мысалы бір-екі өлеңдерге тоқталып кетейікші, туған жерге байланысты. Мысалы Жосалы деген ел бар мына жерде. Қазір өкінішке орай бізде Жосалының рекламасы Жосалы деген орысша рекламасын береді, мысалы өкінішке орай. Бірақ сол жердегі Жосалының қадір қасиетін, туған жерінің шөбінің шұрайлы, елінің құтты, жерінің құнарлы екенін мысалы көшен былай дейді. Ұйқы жерге Жосалы, өркеш жоталы, онда долы толқынды өзен бар жыныс қопалы, сүйгендей сағым шағалы, ойнайды оршып балығы, домалатып көбікті,
Тулайды асау ағыны, жағасы оның жайлаған, сиырмен қойда шайлаған, малшылар сонда атақты, мыңғыртып мыңды айдаған, шалқыған кен аймағы, түйедей болған тайлағы, кеудесінде көлкейді, байлық құттың қаймағы дейді. Мысалы, Ботташығы бұзаудай, боссазаны тоқтадай деген сөз. Жабысымен жарытен, жабылменен сайытын қас туғандар қалдырып кеткен мұраның поэзияның бұл жерде үндестігін көреміз да. Мысалы, қазір мысалы дәл осындай өзінің еліне, жеріне дәл осындай махаббатпен өлең шығарып жүрген ақындар аз да кем десек те болады. Бірақ кімнің жаңағы Көшен ақынның өзінің мысалы туған жеріне деген мысалы түйедей болған пайдағы дейді. Жаңағы Ботташығы бұзаудай деген сияқты. Мына жерде енді оның айтыстарына жеке тоқталып кетсек, көрдіңіздер, өлеңге жазады. Сосын шынын айту керек, 42-40 жылдары Қазақстанның жазушылар одағын емес, Кеңес үкіметінің жазушылар одағының мүшесіне ену, ол үлкен жетістік болды. Қарағанды облысынан екі соның біреу Көшен, екіншісі орыс ақынның енген. Кеңестік Совет үкіметі СРО жазушылар одағының мүшесіне еніп отыр. Енді Қазақстан жазушылар одағына кірген ақындар баршылық қой, бірақ Кеңес үкіметі Көшен кіріп отыр. Көшеннің мысалы Мұхтар Әуезовтің жаңағы айтып кеткен айтысы ол Шашубай мен Көшеннің айтысы. Мысалы Шашубай, мысалы Балқаштың заводының жаңағы жұмыскерлерінің атынан шығатын болса, Көшен Қарағанды шахтерларының атынан шығады. Кеңші қаланы. Бұл бұрын жаңа айттық қой, айтыстың өзінің жаңа формасын тудырды. Бұрын айтыскерлер осығанға дейін билер айтысы деген сияқты болған, рулар айтысы деген болған. Қазір әсетке тоқталамыз. Мысалы, ол жерде елдердің рудың атынан, елдің атынан айтатын болса, жаңағындай билердің, жаңағы байлардың жаңағындай жаңағы ықпалыменен солардың жаңағы айтуы бойынша солардың жаңағы демеушілігімен айтысатын болса, ал бұл жерде кеңестік дәуірдің 5 жылдықтағы жаңағы 5 жылдық солардың жетістігінің кемшілігін өзінің жылабына арқау ете отыр. Кеңестік дәуірдің өзінде айтыс өнерінің биік шыңына шығарды. Шынын айту керек, тек қана Қарағандыда ғана, осы былтыр ғана алдыңғы жылы 70 жылдығын тойладық қой, Қарағандыда ең бірінші республикалық айтыс болған. Бәйге тігіліп, осығанға дейінгі айтыстар белгілі бір қоян жәрмеңкесінде, тайынша жәрмеңкесінде кездесіп қалып, немесе бір жаңағы болыстың бүйінде кездесіп қалып, мысалы Әсетпенен бір жағменен Сараның айтысы кәдімгідей осындай үлкен республикалық сахнада болған жоқ қой. Ол жаңағы Жетісуға барғанда Ешкемген деген жерде айтысты кездесіп қалып айтысты мысалы. Сол сияқты ал бұл жерде республикалық айтыс бірінші рет болған. Сонда мысалы Шашубай ақын былай деп айтады: "О доскей көшең қайда, қайып қайда, кемшілік көрінбей ме айтқанға, осыдан барды бар деп, жоқты жоқ деп, өзара сынға салса айып бар ма" дейді. Сонда Доскейге сұрап, ақындарың қайда? Доскей сол кезде арнаумен айтысты бастаған адам. Сонда Көшен ақын былай деп суырып шығады: "Ал Шашубай", Көшен ол кезде жас ақын, Шашубай Жамбылмен айтысып келген ақын. Жамбылменен айтысып, енді кейбір деректерде Жамбыл жеңді дейді, бірақ сөзіне қарап келсең, сөз түсінетін, сөздің байыбынан білетін адам қазір айтыстардың ішінде, мына ақындарымыздың лирінде айтыс ақындары Шашубай менен Жамбылдың айтысы бар. Ол бірақ республика үлкен сахнада емес, жаңағы Алматыда бір ақын жазушының бір байдың үйінде ба айтса, сол кезде айтыстарын қарап отырсаңыз, Шашубайдікі одан асып түспесе кем түспейді. Бірақ біздің кеңестік дәуірде белгілі бір ақындарды әспеттеу, дәріптеу мақсатында Жамбылдың кім, Шашубай көлеңкесінде қалып қойды. Енді қараңыз, сол атағы шыққан Шашубай мен жас Көшен ақын былай деп айтса, сіздер былай көрсеңіздер, мынандай бір керемет несі бар, кигіз үйдің ішінде айтысады. Көрдіңіздер ме? Соның фотосы бар, фотосы қазір көрсетейінші, осы айтыстың қандай болған несі, мына ішінде бар. Мысалы, баяғыда айтыс болады деген кезде, тайды тұяғымен, бала шағасымен, айшылық жерлерден жаңағы недер келеді. Мына айтыс болған Қазақстанның әр түкпірінен келіп деген сияқты. Қараңызшы, мына жерде фотосы болған. Міне, Көшеннің айтысып отқан жері, қарасаңыздар Көшен ақын. Анау керегенің артындағы адам кигіз үйге сыймай, анау керегенің несінен, оқтардың арасынан адамдардың қараңызшы, жаңағы бастарынан бәрі сығалап, елдің жаңағы айтысқа деген махаббаты, ақынға деген құрметі сондай Көшеннің жері айтысы отыр. Мына жерде мына Маясар деген ақын, Маясар Жапақов деген. Мына жерде Нартай бар, бүкіл Қазақстанға біраз ақындары бар. Сонда Доскеймен айтысқанда былай дейді Шашубаймен. Екі шумақтарына тоқталайық. Дейді: "Көшен, Шашекең, жұрт алдында шаппай желдің, әуелі әдеппенен сәлем бердім.
орның бар шабыттанып шырқатуға, қырағы қыранысын айдын көлдің, байлығы балқашының ұшан теңіз, сай келген бақытына еріктелдің, әйгілі бар әлемге мыс қазансың, төрінен орын алған туған жердің деп айтып берген кезде, жаңағы завод Балқаш көмірінің, Балқаштың несінің жетістіктерін жырлап келіп, Шашубайға айтысын тыңдасаңыздар, Қарағандының кейбір заводтарындағы жұмыскерлердің шықпай жатқаны, көмірдің жаңағы планды орындалмай жатқаны, алынбай жерден алынып жарылмай жатқаны, жұмыскерлердің осал тұстарын әрбір шахтадағы орыстардың, қазақтардың, кімнің арақшы жұмысқа шықпай қалғанына шейін бүкіл адамдардың аттары тізілген керемет айтыс сол. Мысалы, қазір олай бар, бір айтысқа баратын болсақ, бір облыстағы елдің, жердің атын ұмытып қаламыз, мысалы, шыны керек. Сонда мен таңғаламын, көшеңдер және Шашубайлар шахтадағы қай шахты қашан жұмысқа шықпай, шахтер шықпай қалған, қай күні ішіп кеткенін, қай үкіметтің ақшасын қалай жеп қойған, бәрін қалап келеді. Сөздің соңында былай дейді көшең. Балқытқан 1000 тоннаның, мен мысым танкіде соғысқа күш беріп жатыр, менің мысым болмаса, мына соғысқа мылтықта болмайтын деп Шашубай өзінің мысын айтып, жаңағы көшенің мысын баса бастаған кезде көшен былай деп айтады. Балқытқан 1000 тонналап болат көмір, болат темір, орасан заводтардың наны көмір, майданға қару-жарақ, азық-түлік таситын темір жолдың қаны көмір. Ол кезде паровоз болды ғой. Көрдіңіз, паровоз көмірмен жетті. Майданға қару-жарақ, сенің жаңа қару-жарағың шығарып жатсың, оған сөз жоқ. Бірақ соны соғысқа жеткізетін, не дейді? Азық-түлікті таситын темір жолдың қаны көмір, мұз бұзып, толқын тілген теңіздерде керемет кемелердің жаны көмір дейді. Ол да кемелерде көмірмен жүреді, білесіңдер, иә? Бүгінгі техникалық тіршілікте көмірсіз айта алмаймын бар деп өмір дейді. Көрдіңіз, көмірсіз өмір жоқ деп, осылай сөзінің түйін. Сол кезде досқа жақын айтысы түйін деп былай деп айтады. Айтыста қия тартыс алма кезек, қызыл тіл мүдірмейді кестен безеп, ақындар арындаумен аға бермей, азырақ бөгеліндіріп ойды тежеп. Орынды айттындары күшке сеніп, сөйлетсе кешке дейін еріп беріп, шешеді жыр түйінін жыл аяғы, қорытынды шығарамыз содан көріп. Осының ақындардың айтқанымен үкімет өз қорытындысын шығарады деген сияқты. Міне осы айтыстардың өзінен біз сол дәуірдің тынысы, сол дәуірдегі кеңес үкіметіндегі жетістіктер мен кемшіліктерді ақындар жырына қалай арқау еткені. Екіншіден, сол республикалық айтыстар арқылы бүгінгі республикалық айтыстардың іргетасы негізі қаланды. Сондықтан көшені ақын туралы айтарымыз әлі де көпке жетеді, бірақ дегенмен де шын мәнінде әлі де дәріптелмей жатыр. Көшеннің Шөже, Кемпірбай, Жанақ, Кемпірбай Қайып, Орынбай, Доскей сияқты ақындармен сөз қағыстырғаны да бар екен мұнда айтылады. Бірақ олардың көбісі бізге жеткен жоқ. Алтын өлке, Қорқыт, Бозінген, Жылқышы, Баян, Сарыарқан жігіті сияқты туындылар жеткен, және де осы Қарағандының туған жерде дәріптелуге арналған біраз өлеңдері бар. Сондықтан үлкен абыройға, құрметке де ие болған, кеңес үкіметінде көптеген марапаттарға ие болған, өмірінің соңында ол кісіні құрметтеп, қазіргі тілмен айтқан астына мәшине деген сияқты, сол кезде кеңес үкіметі ақынды бағалап, астына ақ боз ат мінгізген. Өмірінің соңына дейін өзінің туған ауылында Белағашта өмір сүрген ақын. Жалпы көшен туралы айтарымыз осы. Көшеннің құрметіне осыдан 5 жыл бұрын республикалық ақындар айтысы өтті. Көшеннің Белағаш ауылында оған жүрсін бастаған, жаңағы Әсем Ережеқызы, Еркебұлан Қайназар, Тілеген, Дидар, бәрін айтысқанбыз. Сол үлкен республикалық ақындар айтыс өткен болатын. Дегенмен де сол ақындардың мұрасын ұмытпай, ілгері дамыту, осылай ұрпақтың санасына жаңғырту, ол сіздермен біздердің негізгі міндетіміз. Сондықтан жаңағы өз ұлын, өз ерлерін ескермесе, ел тегі қайдалы кемеңгер дегендей, өзіміздің елден шыққан, өзіміздің туған жерімізден шыққан ақындарды, жаңағы батырларды дәріптеу сізбен біздің басты борышымыз. Сол мақсатта келген қадамдарымызға гүл бітсін, қадамдарымызға гүл бітсін. Енді Әсет Найманбай туралы көп айтуға болады. Қазір былтырғы осы бір ай ғана бұрын Арқаның ақын Әсеті деген кітап монографиялық еңбек жазған автордан бастайық, сосын біз өзіміздің ойымызда соған топшылап қосып отырамыз. Енді жаңа атап өткендей, атақты ақын өзіміздің тек қана ақын емес, жалпы өзіміздің алаштықтың бір тұлғар тұлғасы Әсет Найманбай оның 100 жылдығына зерттеу еңбек жасалынды. Біз әрине алып айтатын болсақ, бұның әдеби мұрасына
тереңдеп зерттеуіміз мына алда тұрған біздің жалпы мынау Европада дамыған ғылым бұрында бізде әлде болса кедейлік беріп жатыр, бұл антропология деп аталған. Бұл ғылымның өзі негізі алып қайтатын болсақ қоғамдық болмысты зерттеу, әлеуметтік саланы зерттеу. Біз осы Әсет Найманбайұлының яғни шығармалары арқылы сол кезеңдегі 19-шы ғасырдың аяқ кезеңдегі 20-шы ғасыр бас кезеңдегі қазақ жалпы қоғамының негізі әр саласына осы Әсет ақынның өмірі арқылы. Енді Әсет ақынның өзіне келетін болсақ, Әсет біз не себепті бұл арқаны Әсет ақын деп қойдық? Себебі Әсетке жалпы бүкіл қазақ өзі талас. Мынау шығыс қазақстанға болсақ, бізден 2 есе 3 есе артық бағалайды. Ал енді Құлжаға барсаңыз, Қытайда бізден 10 есе артық бағалайды. Олар абайдан кем тұтпайды. Алып айтатын болсақ, бір өкініштісі біз әлі Әсет Найманбайұлының толық бағасын берген жоқпыз ба? Алып айтатын болсақ, алғашқы рет 1925 жылы Сәкен Сейфуллин өзінің бірінші шығармаларын, Әсет шығармаларын шығарады. Содан бастап үнемі тоқтамай зерттеп келе жатыр. Әсеттің өзі жазба, мынау жазба түрінде қалмаған көп шығармалары. Оның Әсеттің өзінде шәкірттері көп болған. Бұл алып айтатын болсақ, біз әке болса фотокөрмеге Алматыдағы жан-жақта жиналған фотокөрмеде кейбір Әсеттің өміріне қатысты тікелей нені қойып отырмыз. Фотостендті мысалы қоятын болсақ, осы жаққа таныс болсын деп, мына бір фотостендті қойдық. Бұнда Әсеттің жанұясы. Мысалы қоятын болсақ, Әсеттің әйел пәтер жан, оның ұлы Қожеке және жұбайлар деген сияқты мына фотостендті тұр. Бұдан кейін қоятын болсақ, мінекей Көктұма жердегі Әсет оқыған медресе, Семей қаласындағы 20-шы ғасырдағы мешіттің орны деген сияқты осындай біз тарихи фото материалдарды жинақтадық. Бұдан кейін қоятын болсақ, мынау Алматы қаласында әдебиет және өнер институтында сирек кітаптар, сирек қолданбалы қорында, содан кейін ғылым ордасында Әсеттің тікелей жазған, соның ауыздан жазылған және Әсет заманында жазған қолжазбалар әжептәуір көп. Бір өкініштісі бұлардың көбісі алып қоятын болса Әсеттің шығармаларын енді, ал бірақ та ғылыми тұрды әлі талдауы жеткен жоқ. Біз осында қарап едік, осы уақыттан кейін кезеңде мына ғылыми тұрда зерттеген Әсеттің тілдік грамматикасына байланысты зерттеген бір ғана диссертация бар екен. Ал мысалы қоятын болсақ, Әсеттің әдеби несі, ғұламасы мысалы өнері, айтыстары өзі бір жеке. Бірнеше мысалға, ол Әсеттің Рысшамен айтысы, Мәликемен айтысы, басқа да ақындармен айтысы. Рысшамен айтысының өзі үлкен бір тарихи оқиға. Бұнда да біз әдиярының қоян жәрмеңкесінің суретін қойдық, кішкене оқырмандарға жақын болсын деп. Сол кезеңдегі мынау Әміре Қашаубаевтың, басқа да өзіміздің ірі тұлғалардың барлығы қайдан шыққан. Маусым айынан бастап қыркүйек айына дейін осы Қарқаралы жерінде қоянды жәрмеңкесі өткен болатын. 19-шы ғасырдың 2-ші жартысынан бастап 1929 жылы тоқтаған. Осы уақытқа дейін сонда алып айтатын болсақ, қоян жәрмеңкесі үлкен бір қазіргі экспо жаңалық емес, мысалы бүкіл әлемдік жаңалық. Экспо осы қоян жәрмеңкесінен басталып айтуға болады. Өйткені бұндағы сонау Ресейдің де, Қытайдың да, бүкіл қазақ жерінен, бүкіл түкпір-түкпірінен келіп, осында маусым айынан бастап, мамыр айынан бастап, қыркүйек айына шейін, онда маусымдық кәдімгі жәрмеңке өтіп тұрған. Жылдық айналымы. Бір жылдар 2,5 миллион, бір жылдар 4 миллион сомға дейін жеткен. Сонда қойдың бағасы 1,5 рубль ғана. Бір қойдың бағасы. Үлкен тұлпараттың бағасы 20-30 рубль ғана. Сонда қараңыздар, қаншама төрт-түлік мал сатылды, немесе қаншама яғни дүние осы жерде сауда-саттыққа түсті. Сонда алып қоятын болсақ, біздегі осы орталық Қазақстандағы қоян жәрмеңкесіндегі бұл тек қана жәрмеңке емес, қарапайым жәрмеңке емес, осында өткен қаншама ақындар айтысы болды, қаншама тұлғалар өтті. Одан кейін жаңа айтып кеттім, Қытай жерінде, өзіміздің бауырлас мысалға Құлжа жерінде Абайды өте, Абаймен қатар кімді Әсет өте жоғары бағалайды. Сол жақта, өйткені өмірінің соңғы кезеңі, Әсеттің барлық өмірінің соңғы кезеңі, сол яғни өзінің әрине айтқан бір өкініш тағы да бар. Ол Абайдың әрине шәкірттерінің ішіндегі бір ірісі болды. Соның ішінде алып қоятын болсақ, өйткені
оның шығармаларында, дастандарында, қиссаларында, немесе аңыздарында барлығында біз Абайдың ықпалын, Абайдың мектебінен өткенін көреміз. Біз арнайы бұнда алып айтқан болсақ, Әсеттің барлық нелерін шығармаларын осында бұл әлі кішкентай ғана біз өте қысқа уақытта ғана біздің яғни шығармашылық уақытта өте аз болды. Біздің тек қана ала қойған мақсатымыз осы рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде әсет арқылы, әсеттің шығармалары арқылы халыққа тағы да бір ой тастау, оқырмандарды ояту. Онда алып айтатын болса, жаңа атап кеттім, оның мынау Қытайда шыққан 2 томдық еңбегінде 145 шығармасын енгізген екен. Сонда бұндағы біз әлде болса әсеттің, яғни шығармаларын толық жеттік пе, оның шыңына жеттік пе деген сұрақ өзі туындайды. Айтыстардың өзі, қазіргі кезеңдегі әрине айтыстардың өзі мақамы да бөлек. Ол кезеңдегі жаңа мұғалімдер айтып кетті, мысалы айтпай ақын ол өзі айтыстың барлық өнер қыр-сырын біледі. Сонда алып айтатын болса, айтыстың қай уақытта да мысалы айтатын болса, тағы да бір жігіт пен қыздың ортасындағы айтыс бар, әлеуметтік айтыс бар, содан кейін әр өңірдің, аймақтың ортасында айтылатын айтыс бар. Тек қана бір ғана кімнің Әсеттің соңғы шыққан әндерінің бірі Жүзіл Маржан. Документ жиырында оның өзінің оқиғасы тіпті керемет. Үнжіл деген жас қыз бір қаншада 20 жылдары танысып, сол кезде жаңағындай өнер сахнасында танысқаннан кейін ол кейін кезеңде жаңағыда соған арнап бір Үнжілдің өзі 4 баламасы бар. Шыққан Ардақ деген өлеңі бар. Сонда алып айтатын болсақ, ол кімнің Әсеттің өзінің серілігі мысалы. Ол өте керемет. Ол әрі ақын, ол әрі композитор. Онда кімнің Әсеттің айтатындай өлеңінде композициясы, диапазонына көп ақын әншілерге жеткен жоқ. Не себепті бұның әншілік мектебінің өзін кесіген Сәкеннің мысалға тауышындай өлеңін көп әнші ондай береді. Ал Әсеттің әндерін оның орындау үшін жеке үлкен диапазон береді, дауыс береді. Ән салсан Әсетке сал дейді. Кейбір несінде қарабасыр басында соңғы кезінде түскен байлан, орамал тартып түскен. Өйткені себебі өлең айтқанда өзінің маңдайында тамаша деген керемет. Енді Әсеттің соңғы кезеңде жазған, қайтыс болған кезеңде бір дәл алдында өзінің яғни бір-екі өкініште бар. Ол өзі осы Қыларай жеріне сағынышын айтады. Біздің де осы шығарманы жұмыстарды бастау себебінің өзі де Қыларай жерінде жыл сайын археологиялық экспедицияның бірнеше мәрте болып жүрміз. Сол жатқан жерде, қыстау жер, туған жерінде бірнеше мәрте болғаннан кейін алғашқы рет атамекенде кеңес қойған болатынбыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын. Сондықтан бастап ең бірінші басты мәселе біз осы Әсет Айманбайұлының әдейі арнайы осы фотоматериалдар әкеліп отырған себебіміздің өзі Шығыс Қазақстаннан біздің қай жерімізге біз не себепті Әсетті соншама марапаттауға тұрмайды мысалға. Біз не себепті оны тек қана ақындар біледі, айтыскер ақындар біледі, не себепті оны әдебиетшілер ғана біледі. Ал не себепті біздің қазақ жұрты әрбір жұрт мысалға оны айтуға тұрарлық ең мықты тұлғалардың бірі. Жаңа айтып отыр ғой, ақын десе ақындығы бар, композиторлығы бар, бұның дастан жыр жазуы өзі бір бөлек, поэмалар бір бөлек. Тек қана өздеріңіз бір кез келген өлең оқысаңыздар, ол қара сөзбен жазылады. Оқуға өте жеңіл. Мен мысалы өзім тарихшы болғандықтан бізге яғни қызықты жағынан қандай? Сол кезеңдегі 19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамы. Осы қара сөзбен жазған өлеңдердің өзінде жай қарапайым сөзбен сол кезеңдегі болмысты, қоғамды сол кезеңде жеткізген. Мінекей сондықтан біз яғни өте қысқа уақытта ғана біз яғни осы зерттеу еңбегін дайындап шығардық. Бұл әрине бұндай зерттеу үшін көп уақыт қажет. Жаңағындай әрине Құлжа жеріне өздеріңіз білесіздер, биылғы жылы қиын жағдайға байланысты ол жерге сапар баруға мүмкіндік болмай қалды. Сондықтан да Мақаншыдағы, Семейдегі, Алматы қаласындағы жаңағы атап өткен сирек кітаптар қорларындағы, яғни қозғалардың негізінде кейбіреулерін іріктеп отырып, біз зеңгі түрде ғана Арқаның Әсет ақын деген еңбекті ұсынып отырмыз. Бұл әрине уақыт өте аз. Мысалы, шілде айынан бастап, маусым айынан бастап,
осы 3-4 айдың көлемінде ғана осы еңбекті дайындап шығардық. Жаңағы біз атап өтіп, біздің негізгі мақсат әсетті өз елі бағыттай білсе екен, жете білсе екен деп. Сондағы алып қайтқан болса, оның өзі бірнеше ақындармен айтысы, дастандары, оның барлығы да сіздер барып қалыңыздар, бұл өте жеңіл оқылады оқырман қауымға. Мен өзімде барлық негізгі еңбектерін ешқашан интернет сайтқа қоймаймын, өйткені алып қайтқан болсақ әртүрлілері болады. Сонда алып қайтқан болсақ, негізі кітапханаға келсеңіздер, онда негізі кітапты өзі кәдімгідей ашып оққан дұрыс. Кеше бір ғалым келіп айтады, Жантас деген үлкен ғұлама ғалым айтады, мен дейді интернеттен оқымаймын дейді, өйткені дейді, алып барсаңыз белайымы киіп алып, манжып тұрған сияқты боламын дейді. Сондықтан одан да осы кітап күйінде оқиын дейді. Мен де айтып тұрғанда біздің негізгі оның ғұмырнамасын сіздерге халыққа жай қарапайым тілде жеткізу, тағы да осы халықтың көңілін бөлу, мынау негізгі әсеттің өзінің шығармашылығымен, содан кейін өзінің отбасылық жағдайымен, соңғы кезеңдегі шығарған өлеңдерімен біз тек қана қысқаша ғана таныстырып өттік. Мінекей негізгі сіздерге айтайын дегеніміз осы. Өйткені себебі жаңа айтып өттім, бұның әрбір дастанында болашақ ғылыми зерттеу жазуға болады, айтыс өнеріне жеке жазуға болады, жаңа тілдік текстологиясына жеке ғылыми зерттеу жазуға болады. Біз неге осының бәрін қолға алмасқа, мысалы, қазір рухани жаңғыру не себепті бағдарламасы алып қайтқан болса, сіздерге жастарға үлкен жол ашық. Біз тек қана мақсат өзіне қоямыз, сіздерге жол салып беру ғана тек қана. Сондықтан да біздің қойып отырған мақсатымыз қысқаша бұл ғұмырнамалық еңбек. Біз терең бір ғылыми айтыстарын, жырларын талдауға, яғни алдынан мақсат қойған жоқпыз, міндетті мақсат түрде. Мен айтайын дегенім осыны. Ағамыз өте дұрыс айтты. Әсеттің әндеріне екінің бірі бара бермейтіні. Себебі әннің диапазоны дейміз, музыкалық тілде айтқанда ең жоғарғы ноталарды, биіктіктерді бағындырады, төмені сондай бір төмен дыбыстар болады. Сондықтан да әншінің төмені мен жоғарысы биік әншілері ғана әсеттің әндеріне барады. Оның өзінде бізге әсеттің әндері Дәнеш Рақышев арқылы жетті бізге. Дәнеш Рақышев одан бері әрі қарай Дәнеш ағамыздың айтуымен келген әндер, Жәнібек Кәрменов, кейінгі күні Бекболат ағаларымызбен бері қарай Нұржан Жанпейісовті бүгінгі таңда Семей өңірінде әсеттің әндері жақсы орындалады. Ал енді біздің жақта өткендегі конкурс қана білдірді, бізде әсеттің әніне қаншалықты балалардың, қаншалықты еңбектің қажет екендігін көрсетті. Осында 23 бала өздерінің ұсынысын тастады да конкурсқа бір жеті қалған кезде соның 13-і ғана қалды. Себебі қорқыты әсеттің әндеріне жай келуге болмайтын. Сондықтан да енді айта берсе әрі қарай енді ол кісінің әнін мен енді музыка емеспін, зерттеуші емеспін, біз енді орындаушымыз, жеткізушіміз шамамыз келгенше. Бізге енді кеңінен танымал әндері жаңағы Қысмет, Қоңырқаз, Үлкен Ардақ, Кіші Ардақ, Қарагөз, сол тәрізді осындай әндері бізде Дәнеш ағамыз арқылы келді. Оның өзінде бізді сол үлкендердің көзін көрген ақын жазушылар ағаларымыз айтады, әсеттің әні Дәнештің айтуымен қайта жуасып келген түрі дейді. Әсеттің әндері тіпті асау. Өйткені Дәнеш ағамыздың дауысының диапазоны зерттеп қарағанда Дәнештің дауысы диапазоны өте ол кісінің шағын дауысты әнші ол кісі. Сонда ол кісі шағын қылып айтады, енді әркімде қандай мүмкіндік бар, сондай қылып айтады ма. Бірақ енді ол кісіге тәуба рахмет, енді бізге деген осындай дүниелерді еңбегін осылай жеткізіп кеткеніне. Енді жаңа осында енді облыстық конкурс 100 жылдығына байланысты бірінші рет өтті. Соның жан-жақтан балалар келді, қатысып жатыр. Енді Дәнештің әрине әсеттің әндері осы қазіргі уақытта өзі осылай ұйымдастырып, конкурсын, ән, жаңағындай кештерді ұйымдастыру арқылы ғана ол дәріптер. Әйтпесе сол күйі жата береді. Мысалы дәріптермей жатқан Манарбектің әндерінде бүгінгі таңда дәріптермей жатыр. Себебі оның жоқтаушысы, Үрдіспайды жоқтаушысы болу керек. Міндетті түрде бір туған шығу керек, туысқан шығу керек, ұру шығу керек.
соңына түсетін заман болып кетті. Негізі ол кісілерді туған туыс емес, ол кісілерді қалыс іздеу керек, мемлекетсіз іздеу керек. Өзіміздің мәдениетіміздің басында отырған, басқасында отырған басшылар іздеу керек, сол кісілер ұсыныс тастау керек. Енді заман оған да қолымыз жетер, Алла бұйыртса. Сонда енді сол конкурстардың ортасынан жаңағы енді бұл балада ханы қызлар айтты. Өзі сол ауылдың шешесі, сол ауылдығы ойдың баласы бізде Тәттімбет өнер колледжінде 3-ші курста оқып жатыр. Сол әрі қарай енді сол бір болаттан сол Кішарбақ деген әні бар, соларды тыңдап көрейік. Ахахау деген сөздің де хилалау, игигайды оқи алмай қалдық. Біз қазір ахау дегенмен жалғанай, арманайдың өзін ажырата алмайтын жағдайға келдік. Кез келген тамаша бір қазір композиторлар ән жазады, ақындар өлең жазады, ортасы махаббат туралы, ортасында арманай дейді. Арманайды бостан-босқа айтпаған ғой. Жалғанай, арманай өзінің пайдаланатын жері бар. Сондықтан да мысалы әсетте де мысалы бір жанда халалай, дилалай деген көп болса, бұл кісіде мысалы осы ортасындағы мысалы жаяу болса да икигай дегенде оның әр жағындағы зат, сол икигай сол сөздің өзін, одағай сөздердің өзін біз ұққанбыз бұрында. Қазір біз сол одағай сөздерді ұқпай қалдық. Мына әсетте де бір қиындығы тілге айтуға өте қиын. Ол екінің бірінің тілі жаттық келмейді. Дегенде ол жерде
әнді құбылту. Әнді құбылтып, ешкім ол айта алмайды, ол жеткізе алмайды, дүние қылып қояды. сондай қылып әкеп тұр. Ол кісілердің енді бір Алла тағаланың берген ерекше талант иелері бар. Сонда мысалы ең керемет әндердің бірі жаңа аты мәсет арғынмен аты мәсет арындаған сол қысмет әнін енді Нұрболат бұндай тыңдармандары күндер алдынан келе бермейді. Иә, сондықтан да осы ағаларға, замандастарына сол қысмет әнін қысметті бір көріп берді. Жақсылар. Әншіміз бір әннен ашыла қоймайды, екі әннен кейін, үш әннен кейін арқасы қыза бастайды. Айқайлап қойыңыздар, беудеп қойсаңыздар. Біз қазір өзі сондай, ән солай тыңдайтын болып қалдық қой, негізі қиқулап отырған ғой. Дәуке сосын да қысмет, сосын шама деген өз әннің қазір дәстүрлі әннің биік шыны болып табылады, оны сондай. Көп адам. Ол тіпті нотаға түсіре алмаған кезінде. Шама деген әндерді нотаға түсіре алмаған. Өйткені ол әнді жаңағындай қадігүлі дәлелім айдай деген нотаға түсіре алмайсыз. Ол ана неше билді бұлай четвертер ауысқан кезде оны оқып та тапалмайды. Оны тек мықты Алла тағала сұлық берген мықты адамдар ғана солай қабылдап алады. Бұрындары қазіргідей бізді нотамен отырғызып балаға мына жерде ми қой, мына жерде си қой деп отырамыз ғой. Енді бұрында бір көрсеткеннен қабыл алған миымыз таза бар. Енді қазіргі бала туаса 3 жаста жаңағы нені қарап отырады, соткада отырады, тез уланып қалады. Миымыз тез отырып қалады. Ал жарайды, Нұрболат тостырмайды. Аспанның аясыны да ен шалқытқан бұлмын, даусын көкке дамылдаған. Көмекейгі қабысын әнмен ашсау, ол күнде салынбаған Жорғамын, жортарманымын, жұрттан озған майдамын, майда желіс мамырлаған. Жұртымдың аса қызу жиынында бұл күнде адыра салынбаған жатақханада жатар, тамақ аса тоқ емес, ән айту үшін де тамақ тоқ болу керек. Әлі өседі ғой қайда.
мына Дәуренбек туралы жастар көп біле бермейтін шығар. Біз қазір эстрадаға бейімделіп кеткен халық болып барамыз да. Бірақ дәстүрлі ән өнерін жаңағы Әсеттерден, кешегі Шашылбайлардан, Манарбектерден келе жатқан асыл қазынамызды бүгінгі ұрпаққа саф алтын күйінде сақтап, қаймағын бұзбай жеткізіп жүрген бір өнерпаз болса, осы біздің Дәуренбек әкен. Және де осы әншілеріміздің өзі белгілі бір репертуарда немесе өлеңнен алған дүниесін ғана айтып, жаңа өзі айтты, нотаға салынған дүниеменен ғана шеңберде ғана шектеліп қалатын болса, Дәукеңнің бір жақсы қасиеті әрбір өлеңнің, әр әннің тарихына, байына терең бойлап, оның шығу себебін, салдарын аша отырып, соның халыққа жеткізудегі бір ерекшелігі осы деп ойлаймын. Мысалы, көптеген Қарағанды әншілер бар Қазақстанда да, бірақ Әсетпен Кемпірбайдың айтысын мысалы жаттап, оны халыққа насихаттап жүрген адамдар өте аз. Оның біреуі мысалы алғашқылардың бірі Жәнібек Кәрмен, одан кейін Бекболат Тілеухандарды білетін болсақ, ара кетіп мына Сержан досымызды айтады. Одан кейін міне кеше Әсеттің байқауында біз Дәуренбектің орындауында Әсетпен Кемпірбайдың әншісін көргенде жерден жеті қойын тапқандай қатты қуандық. Сондықтан Әсеттің айтыстағы өнері ерекше. Оның мысалы жаңағы жұмбақ айтысы, Ашшан мен жұмбақ айтыс, бұл жұмбақ айтыстың ең классикалық үлгісі. Бұна қазір неге ақындар жұмбақ айтыспен айтсам? Ой, жұмбақты көріп қазір адамдар сүйдім күйдім деп тура айтса да соның өзін түсінбейді. Сен қазір 3 рет звондайсың, 4 рет көрсетесің, соның өзін білмейді ғой жаңағы қаншама. Ал бұрынғы біздің ақындарымыз қалай ыммен білген. Мысалы, ғашықтың өзін арғы жағын айтпай, ішін білсін угаяй дейді. Ал ар жағын өзін түсініп ал деген сияқты. Жаңағы қасына жете алмадым, тайғанақтап, мұз үстінде жүрген тайғанақтап деп айтады мысалы. Қандай асты, анаңнан сенің туған айналайын деген сияқты астарлап жеткізеді. Адам өзі соған басы ауырып, өзі мензен болып соң әлкі-тәлкі болып жүреді де жаңағы. Сен тура айтып тастағанда, кешір мені, күйдім, сүйдім деп жаңағында қиылып өліп жатқаннан гөрі, жаңа астарлап берген өзінің ар жағына бір керемет оймен, сондай немен, лирикамен жүресің де. Сондықтан біздің ортамызда Дәукен Кемпірбай мен Әсеттің айтысын орындап берсе, осы кештің ең керемет тұзығы болайын деп. Әсет пен Кемпірбайды ең бірінші бізге жақсылап жеткізген ол Жәнібек Кәрмен. Жәнібек Кәрмен Бекболат ағамыздың өзі айтады, енді Жәнібекте орындау қайда бізді керек. Енді Абай атамыз тағы айтады, болмасаң да ұқсатпақ дейді. Енді қолымыздан келмейді деп жүре бермейді ғой. Осы қиын екен, Әсеттің әні қиын деп айтпай қоймасақ тағы да болмайды ғой. Шамалы келгенше айту керек, әркім алған жүріп бар, әніне қарай шабар дейді. Енді сол, мен енді осы әнді, бұл ән енді көбіне жиын тойда, басқа жерде, сахнада көп айтылуға Әсет пен Кемпірбай келмейді ғой. Бірақ мен өзім үшін осыдан 20 жыл бұрын сол Балқаш қаласында тұрғанда алғаш Жәнібектің, Бекболаттың баспасынан жаттадым. Соны 20 жыл өзім үйде ғана айтатым. Соны енді 20 жылдан кейін осы Әсеттің 150 жылдығында өткенде өзіміз қазылық етіп отырғаннан кейін қой осы міне тура сол айтылатын күн туып тұр ғой деп соны айттым. Бірінші рет сахнада орындадым, екінші рет орындап келіп тұрғаным бүгін. Енді бұл жерде Әсет пен Кемпірбайдың жауабы бар, өздеріңіз енді қарап отырасыз, әрі тоқталатын жерлеріне тоқталмай ақ қойып, өздеріңіз әрі жауабын тауып отырасыздар. Сырған деп сарыарқадан естіп кеттім, жақсыма қандай болып тұр ал Кемпірбай. Аспандау айдалда ұшқан ақ жүнқарын кез болып жайған торға болсын мұндай. Сырқатың меңдеу тартты дегеннен соң жұбадым бәйт айтып үш күндідай. Даусымды танимысың қарлым Әсет?
апырмай бірді қанбай кеткенің бе алашқа уатың шыққан қыраным ай гай 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 артыма бір ауыз сөз тастайын басымды жастықпенен ой көтерлері өпсемде көк көктерге бір басайын құлпақта екі шек тойып әркетлері аузыма айғырдарда сөз салмасам болғаны өлең жүрген о бекер еді ал енді шіркін көбей бұлтылдасын сөзімнің уәжиесіз оғын тыңдасын ішімде арғын айман салдым айға жыртылмасын мойынға уәзірейді салса білемін қажы жаным о ұмытылмасын кемпірбай бұл дүниеден көшіп кетсең білемін енді өзіңді ұлтылмасын суырылған тырнағымнан нар кескенде әр жерден қызыл тілім о құлдасын көңілді әсет сұрай келгенім мен жапсам мен танабым болып бұрылған жай достап бұлдашымды уақып жылдам жабындым күн досушем болып бұрылған басымды шапқан сайын шайнап тастам ағып шыққанды көбі болып жыртығынан ер жәуіт деді жастау иектеген жасымдан суын düşтім оғылдығынан ертеңде тоқсаннан күн жолай бермей бет тапып босып жүрдім оғылдығынан тереңдеп сырдың суы қаптаса да сонда да келмеуші еді әсетжан осы аурудан өлім білем науқасын меңдеу тарттей бұрынғыдан ұшса да қанатпай да аспанменен өлімнің кім ұтылған оғырығынан сұрасаң қал жайыңды жаным әсет жатырмын ұшайын деп торымнан саурудан өлім білдім алланың аманатын о берем білем еудемнен көgal үйреп қошпен ұшты сол жүрдім кәрі жолдас о өлім білем әсетжан осы аурудан оңбас білем алланың әмірі екі болмас білем кеудемнен көgal үйреп қошпен ұшты сол жүргін жалғыз ұлғай болмас білем басымда отырды өксіп қимай жоқтап кет алмай өзге жаққа о айдал жаттап серігім бошама бұл кемпірбай деп жыланып тұрым өткен оғынды жоқтап еркіңді ажал батыр алайын деп тұрым сана ұлда шоу салайын деп азырақ аялда шоу ажал батыр жатырмын өзім дағы барайын деп игай 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 қар өткел таныс едім о екі араңа семейде топырағым болар білем бұлағым кемпірбайдай бейшараға
осы арқа өңірінің ерекше біртуар әншісі Әсеттің кеші болғасын, осы арқаның тағы бір үлкен жыршысы, өнерлі азаматы Доскей Әлімбаевтың Кенесарын үзіндісін айтып берейін. Әңгене. Мына жаңа айттым ғой, Көшен, Доскей деген бұл Қаржы ауданының тумалары негізі. Бұл кісілердің бір ерекшелігі, тіпті батырлығы, бұлар қылышынан қан тамып тұрған кезде, Ермахан, Бекмахановтар сотталып жатқан кезде, олардың осындай Кенесарыны зерттеген үшін осындай үлкен ауыр жазаға, қылмысқа түсіп жатқан кезде, мына жерде бір құтысқақ, сосын біздің Махмет Теміровтер оларға қарсы үкіметке айтты, неге аз жазықшанды соттаймыз деп, университетте жүріп, тағы да өздері 15 жылға сотталып кетті. Сол Бекмахановтың ақтауры. Соның несі ретінде кім Доскей арқада тегі босқа жатпай, ерегіскенде деп осы жырды әдейлеп халыққа айта бастады. Сендер Ермаханды бір күттерді соттап жатсаңдар, көкесін мен айтайын деп, сол қылышынан қан тамып тұрған кезде хан кенені жырлады. Міне олардың бір ерлігі, батырлығы. Сондықтан содан жыр тыңдап көрейік. Арғатасы Абылай, Қасым ханның баласы, Кенесары батырдан Наурызбай тұлы ер болып, бір шешенің артынан жаңылмаған мұзылдар уәденің шартынан, екеуінің баласы қара қазақ халқынан. Ер Наурызбай ойлайды, теке жаумын менсем деп, найзат еспес, оғын бес, шекі соңғы кезем деп, керекемнің артынан жолдас болып көрсін деп, жол барасын көрдің деп, шекі жекке келгенде, иге түйге бедектен, алайлап десем деп, дос дұшпанның арасын айырып әбден, десем деп. Сарыарқаның даласы, ой, Сарыарқаның даласы халқының қазақ жереді, қалмақтыдай шүршітпен еліміз бүзгендіреді, оңтүстіктен тағы да бір жау қаптап келеді, екі жақтан қысқан соң ат төбелі секілді, орған ат төбелі секілді, сорлы қазақ баласы таршылықты көреді, қалай шөгінді көреді, құдайы болып бал сойып, аман бол деп халқынды әуелден батырды, ел үшін жаға жыртысқан, жабысып жаумен қырқысқан, Наурызбай мен келеді, мақтауыма келеді, арамдыққа алған соң қазақтың деймір баласы, патшаға келіп жабылды, арқамана ақ жаласы, бұған қалай шыдасын, керекемдей даласы, Кенесары батырды, қан толғандай қызарды, көзінің ақпен қарасы, Кенесары батырды. Қан толғандай қызарды, көзінің ақпен қарасы, қастығын патша қоймаса, дұшмандығын қоймаса, өркінерді де қаласы, тұлындысын тұл болып, екі қалай болмас өлген түйедей мұздап қалар анасы, жүрегіне дақсалар найзадан болған жарасы. Арғыннан Тобықтының елінен суырла шықты Құнанбай, қаз дауыстан Қазбектің айрыбағын аттап сыйламай, ауылынан кетті Шалғынбай. Ей, қодыр бөрі қалған жоқ, найтаннан шыққан дертінде, алдартына қарамай, патшаның қаран жақын жағалай, ол да кетті жарамай. Мұның бәрі кенеге қасірет болды, бір қалай. Ел жұртымен
көкпен алысып, ұшқанда құспен жарысып, астындағы шұбардың мойын тігеді бұлтылдап, құйындай шаңы бұрғылдап, құлақ салсаң дыбысы таусуындай бұрғылдап, қолтығынан аққан тер тебіндіге сылпылдап, баялай мойнын созады, шу дегенде жаны бар, ұшқан құстан озады, тарқаларда баланың алақаны тозады. Құланнан атты қодықтай, көлден тартты бордықты, арадан еше қоныпты, жетемін деп зорықты, жете алмай балаң торықты, талма түстің шанында, айдың көлдің бойында, тосып тұрған көлденең мыстарға келіп жолықты, тілегін қорқын қумыстан, сонда тұрып жылайды, көзінің жасын бұлайды, бір топ біткен шеңгелді, құшақтап тұрып аунайды, сонда келіп алпамыс кемпірден енді сұрайды, далада тұрған жан шеше, неге мұнша жылайсың, айтпаймысың сырыңды, шығарайын мініңді, басын кесіп дұшпаннан әперейін кегіңді, аман жүрсем табайын кеудедегі кіріңді, жылай бермей шырыңдай, өлтіріп мен берейін дұшпандық қылған еріңдай. Сонда кемпір сөйледі-ай, сөйлегенде бүйдеді-ай, күткенім шырақ сен едің, қамқорым сенің, мен едім жиделі байсын жерінен, қалың қоңырат елінен, бай көріндің жылқысын, тай шыққан атып жөдеді, 40 балам бар еді, 40-да бірдей нар еді, таласқан соң малыңа бәрінде тайшын өлтірді, сол баланың шешесін мені мыстан дереді, ашылған баулай күледім, сайраған қызыл тіледім, кеше күндіз құдайдан алпамыс сені тіледім, келеді деп естіп, жолыңды тосып тұр едім, айналайын қарағым, құтты болсын талағым, жалғызы ем жар болып, оннан тұрғай самалың, осы сөзбен қумыстан алда бұрды ақылдың, сөзбенен бойың балқытты, алпамыстай батырдың, мінез ұқсын ішсеңден, алдап берді арағын, мейіріңді қандыр қарағым, атың болса шалдырым, ұйқыңды әбден қандырып, жүрерсің ертең шырағым, қаза намаз қазады, тартырар құдай жазаны, ерің менің қайда деп, еріңді менің сайда деп, қырып келдім шуылдап алады күндей мазаңдай. Бұл сөзінен алпамыс балаң сенеді-ай, көз жасына жылаған рахымы оның келеді-ай, келшеше атқанын кестеп үзеңгісін береді, дұшпан зәлім қумыстан бай шұбарға мінбекке оңтайланып келеді, адам есті жаны бар қос аяқтап тебеді, сонда кемпір құлады, ұзынынан сұлады, жарты бесі танады, бір уақыттар болғанда көтеріп басын алады, бай шұбарды жамандап алпамысқа қарады, тауға біткен аңдызым, суға біткен жалғызым, жабыны жауға мінгендей нешеу едің жалғызым, бәлені жабы бастайды, жігіттің жолын ашпайды, арағыңдық жол жүрмей арай аяғынан асайды, әжетіңе жарамас, жау жолына тастайды, жабыны мінсең оңай ма, айналайын қарағым, қазадан мінсең болмай ма, қарағым сенің жолында, құрбандық болып өлейін, еркелігің қалмақты, алпамыс саған не дейін, астыңдағы шұбардың, басын кесіп тастай көр, қазақ тауып берейін. Мұсылманда бас бала, қалмақтарға қас бала, сен де бір байдың баласы, жаңөспірім жас бала, сырты түкті қу жабы, қыланау бүркім масқара, долдыққа сыймай алпамыс, денесін ашып қамады, аққан жанын суырып, заманасын қуырып, шұбарды басқа шамады, тай берер қылшырден, қылшын қолдан тағады, тайып кетіп қылышы, қара жерді қамады, ат үстінде шіреніп, құдайдан медет тіленіп, қылышын зорға алады, дұшпан зәлім қумыстан, бұғанда амал табады, алдына түсіп бүгіндіп, енді кемпір жүгірді, өмір қасы бүгілді, келе жатып сөйледі, сөйлегенде бүйтеді, жауға еріп тұрақтар, шықпаймысың далаға, шуылдаған шұнақтар, ерлерменен алаға, көңілің толды санаға. Өңгей сұлу шуылдап, жүгіре шықты дуылдап, шылбырынан ұстады, ақтанда түсіп тастады, көтеріп ақтан алады, көтеріп үйге кіргізді-ау, алпамыстай баланы-ай. Яғни білім инновация лицейі қыздар оқиды бізде. Сіздердің кешке арнайы келіп отырмыз. Келгендегі ең басты мақсатымыз бұл жалпы қыздарды әдебиетке жақындату.
айтамыз ғой арзан сөз деп бір жеңіл қабылданатын, сондай арзан сөзге, арзан ойға еліктемей, соған қарай ұмтылмай, бір астарлы, терең, асыл ойға ұмтылсын. Мына ата-аңызға айналған ақындарымызды дәріптесін, танысын деген мақсатта алып келгенбіз. Енді жалпы сіздерге үлкен рахмет, осы мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Қыздардың жүрегіне жақын болған шығар, қабылдаған шығар деген үміттемін. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет. Тамаша кеш болды. Halı gönül elilim ayav, halı gönül elilim ayav.